Елімізде төтенше жағдай режимі аяқталды. Десе де індет өршіп тұрған өңірлерде карантин жалғаса береді. Бүгін мемлекеттік комиссиясының қорытындысы жиынын өткізген президент Қасым-Жомарт Тоқаев шектеулер әр өңірдегі жағдайдың жақсаруына қарай біртіндеп алынатынын айтты. Сондай-ақ елімізде әлеуметтік экономикалық дамыту бойынша 7 бағытты да айқындап берді. Толығырақ тілшіміз айтсын. Мемлекеттік комиссияның бүгінгі отырысын жұрттың асыға күткені анық. Өйткені 11 мамырдан кейінгі карантинге қатысты шешімді президенттің осы жиында жариялайтыны айтылған. Мемлекет басшысы төтенше жағдай режимі бүгін аяқталғанмен карантиндік шектеулердің әлі сақталатынын жеткізді. Кейбір аймақтарда дерттің таралуы бәсеңдемей отыр. Індет толығымен жойылып кеткен жоқ. Пандемия халықтың денсаулығына әлі де қауіпті. Сондықтан карантиндік шектеулер әр өңірдегі жағдайдың жақсаруына қарай біртіндеп алынады. Яғни блок-бекеттер бірден алына салмайды. Барлығы коронавирустың таралуына байланысты. Азайған сайын шектеулер алына береді. Соған қарамастан көптеген саланың қызметі қалпына келе бастады. Қазірдің өзінде 1 миллионнан астам азамат жұмысқа шықты деді президент. Ендігі міндет дағдарыстан шығу. Сондықтан төтенше жағдай жөніндегі комиссия бұдан былай экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі комиссия болып қайта құрылмақ. Өйткені коронавирус әлемдік экономикаға ауыр соққы болды. Тіпті жер жаһанда 400 миллионнан астам кәсіпорын банкрот болудың алдында тұр. Еліміз бұған жол бермей, керісінше бизнесті қолдауы керек. Осындай жағдайға қарамастан, еліміз бірқатар басымдыққа ие болып отырғанын айтқым келеді. Бізде қаржы резерві жеткілікті және мемлекет қарызының көлемі мүмкіндігімізге орайлас. Ең бастысы, біз жаңа ахуал кезінде жұмыспен қамтамасыз ету және экономикалық тиімділікті арттыру үшін ресурстарымызды қайта жұмсау керектігін білеміз. Әсіресе өңдеуші өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығына ерекше мән беріп, экономиканың жаңа жүйесін құруымыз керек деді Тоқаев. Әлеуметтік салада назардан тыс қалмау керек. Қазірдің өзінде 2 миллион адамның несиесі шегеріліп, 5 миллионға жуық азамат 42.500 теңге алды. Айтпақшы, осы жәрдемақыны алу үшін 2651 теңге көлемінде бірыңғай жиынтық төлем төлегендер енді қайтадан көлеңкеде қалып қоймау керек деді мемлекет басшысы. Более 40% ее получателей – люди, впервые выплатившие этот вид. Әлеуметтік төлемді алған азаматтардың 40% бірыңғай жиынтық төлемді бірінші рет төлегендер. Бұл шынында да мемлекеттік көмекке мұқтаж азаматтар. Оларды экономикаға барынша тарту керек. Бұл адамдар қайтадан көлеңкеге кетіп, өз проблемасымен бетпе-бет қалуының алдын алу керек. Жұртты қолжетімді баспанамен қамтуға да ерекше мән беріледі. Президент осы бағытта 7-20-25 секілді 5-10-20 деп аталатын жаңа тұрғын үй бағдарламасын құруды тапсырды. Оның шарттары әлдеқайда тиімді болмақ. Для решения вопросов очередников Кезекте тұрған адамдарды несиелік тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жаңа 5-10-20 бағдарламасын іске қосуды тапсырамын. Бұл бағытта 390 миллиард теңге бөлінеді. Биыл елде рекордтық деңгейдегі 15 миллион шаршы метр пәтер салынады. Ал баспана нарығындағы осындай міндеттерді сәтті жүзеге асыру үшін жыл соңына дейін отбасы банк институты құрылады. Тұрғын үй жинақ банкі негізінде пайда болатын орталық тұрғын үйді бөліп беру, есеп жүргізу секілді жұмыстарды орындайды. Сондай-ақ зейнетақы қорындағы ақшаның бір бөлігін баспанаға жұмсауға қатысты президенттің тапсырмасын үкімет шұғыл түрде бір жақты қылуы тиіс. Ранее я давал такое поручение. Мен бұрын мұндай тапсырма бергенмін, бірақ төтенше жағдай режиміне байланысты бұл жұмысты талқылау созылып кетті. Шешім қабылдайтын уақыт жетті. Үкімет 1 шілдеге дейін өз амал әдістерін айқындауы керек. Төтенше жағдайдан кейін етек жеңімізді жинап қана қоймай, коронавирустың екінші кезеңіне де дайын болуымыз керек. Сол үшін президент биологиялық қауіпсіздік жөніндегі кеңес құруды тапсырды. COVID-19 и подобные ему вирусы. COVID-19 және соған ұқсас вирустар бір ретті құбылыс емес сияқты. Сондықтан бізге практикалық тұрғыда ғана емес, сонымен бірге ғылыми көзқарас тұрғысынан да үнемі дайын болу қажет. Үкіметке беделді ғалымдар мен сарапшыларды тарта отырып, биологиялық қауіпсіздік жөніндегі кеңес құрғаны жөн. Сөз соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Мақтаарал ауданында су тасқынынан зардап шеккендердің мәселесіне де тоқталды. Айтуынша күзге дейін қираған үйлердің орнына жаңасы салынады. Осылайша мемлекет басшысы азаматтарды қолдау мен бизнесті дамытуға арналған 7 бағытты айқындап берді. Ал үкімет осы тапсырмалар бойынша қазір ауқымды жоспар әзірлеуге кірісіп кетті. Кейін ол бекітіліп, әкімдер мен министрлер осы стратегиялық маңызды құжат бойынша
жұмыс істеуі тиіс.